Мен ол апайға бала кезден тәнтімін. Әкемнің төркіні. Көрешегіңді көрмей, көрге кірмейсің. Әже, ол не сөз? Сырттан сықылықтай күліп кірген Айсара көзілдірігін баса киіп, жіп иіріп отырған әжесіне жүгіріп келді. Көрешегіңді көрмей, көрге кірмейсің. Қалай ол сонда? Деп тағы тақылдаған немересінің сөзі жүрегін дір еткізген Балқия әже дүрсе қоя берді. Тәйт жүгірмек. Жақсы сөйле. Кім айтты оны саған? Анау кетіп бара жатқан жындата айтты, деген Айсара сыртқа қайта жүгіре жөнелді. Балқия әже неге екені белгісіз, өрекпіген жүрегін баса алмай отырып қалды. Сәлден соң өзімен өзі: астапыралла, сонша қорыққаным несі? Аллам, өзің жар бол, боталарыма берекелі бақытты ғұмыр бере көр, деп балаларына дұға қылып, ісін одан әрі жалғай берді. Балқия апаның бұл қорқуы себепсіз емес еді. Ауыл ішінде жындата деп аталып кеткен Қайыржан ата жасырақ кезінде сап-сау азамат еді. Әскерден келіп үйленді. Ауыл кеңсесіне жүргізуші болып жұмысқа тұрды. Бірде бастығын аудан орталығына 3 күндік іс сапарға апарып, өзі түнделетіп қайтып кетеді. Жолда жылдамдығын сәл көтерген болар, қарсы келген көлікке соқтығысып, басынан ауыр жарақат алады. 1 ай ес-түссіз жансақтау бөлімінде жатады. Тағы 6 ай аурухана төсегіне таңылып, басына 5 рет ота жасалған екен. Ауруханадан шыққан кезде мүлде адам танымай, не бары 25 жасар жап-жас жігіт көше кезіп кетеді. Үйінен қашып, тау-тасты кезіп, ара-арасында ғана үйіне бой көрсетіп қоятын. Содан бері ел арасында есі ауысқан жынды атана бастады. Одан бері де аттай 40 жыл өтті. Бастапқы кезде жұбайы мен атанасы күштеп, біраз емші дәрігерге апарып көрсеткен. Ешбірінен хайыр болмаған соң, жұбайы арада бала болмады да төркініне қайтты. Атанасы жалғыз ұлдарын уайымдап, өлгендерінше жылап, бертінде екеуі де әбден қартайып, ана дүниеге аттанған. Бұдан соң Қайыржан мүлде түздің адамы болған. Сақал шашы ұзарып, түрі әбіржіп, ерте шал болды. Енді ауылдың жас кәрісі түгел оны жындата деп атай бастаған. Бір қасиет сол, кейде алдынан қарсы келген адамның бетіне қарап, бір нәрсе айтса, сол айна қатесіз орындалатын болды. Басында бұған күліп жүрген ауылдастары айтқан сөздері орындала бастағанда тіксініп қалды. Кейінгі кездері көбі қашқақтап, бұған қарсы келмеуге тырысатын. Кездескеннің бәрін емес, тек бірен саранына ғана тұспалдап айтып қалады. Сол оқиға біраз уақыттан соң орын алатын еді. Әне бір жылы көршісі Дулатқа өрттілсіз жау деп айта беріпті. 9 ай өткен соң Дулат кішкентай баласы шөпке сіріңке жағып, үй қорасы, көлік малдары түгел өртеніп, кәрі әке шешесімен, әйел бала шағасымен үй-түйсіз далада қалды. Тағы бірде бір үйір малы жоғалып, 2 ай таппаған ауылдасына қарсы келіп қалғанда, батыс тұстағы қалың тоғайды көрсетіп, түсініксіз бірдеңелер айтқан екен. Іле сол бағытты бетке алып, ұзақ жолға шыққан жігіт 1 аптадан соң батпаққа батқаны өліп, тірі қалған 2-3 бас жылқысын олжалап қайтқан еді. Бұдан өзге де талай оқиғалар орын алған болатын. Содан бері халық жындының сандыраға келеді деген осы екен ғой деп, Қайыржанды айналып өтуге тырысатын. Бүгін Балқия әженің де жүрегі қысылып, тіксінгені сол оқиғалар себебінен еді. 5 жасар Айсара бұл сөзді лезде қағып алып, бұдан кейін де ұзақ айтып жүрді. Қуыршақтармен ойнап отырып, ренжіп қалса да осы сөзді айтып лақтырып жіберетін еді. Әжесі естіп қалса, ұрса жөнеледі. Жарты жылдай айтып жүрді де, Айсара ақыры бұл сөзді жайлап ұмытты. Әжесі де біраз жылды артқа тастап, дүниеден озды. Ата-анасына еркелеп өскен Айсара 9 жылдық мектепті бітіріп, ауыл фермасына сауыншы болып орналасты. Ол кездері қыз баланың сыртқа шығып білім іздеуі некен саяқ болатын. Інісі де мектеп бітіріп осы фермаға жұмысқа тұрды. Үнемі күліп жүретін, ашық жарқын сүйкімді сары қыз Айсара 19-ға толған жылы әскерден келгелі жарты жыл бойы соңына түскен көрші бөлімшеде тұратын Жанат есімді қараторы жігітпен отау құрды. Дүниеге жыл сайын бірі сары, бірі қара ұл қыздары келе бастады.
Жанаттың анасын қолдарына алып, бұл отбасыда қарапайым тірлік кешіп жатты. Жанат өте ісмер жігіт, қолынан барлығы келеді. Әсіресе көлік тілін жетік біледі. Шағын бөлімшенің барлық көлігін жалғыз өзі жөндеп, ағарып таң атқаннан қарайып кетіп батқанша гараждан босамайды. Айсара қартайған енесімен үйелмелі-сүйелмелі 4 баласына қарап, күндіз-түні үй тірлігімен әлек болып жүреді. Біз тұратын жер 2000-ға тарта тұрғыны бар ауылдық округ болса, Жанат ағай 700-ге жуық кісі тұратын бөлімшеде тұратын еді. Менің әкем осы бөлімшеге зоотехник болып орналасты. Ауыл мен бөлімше арасы барып қайтуы 2 сағаттық жер. Әкем сол жерде 5 күн жатып, 2 күн демалысты үйде өткізетін еді. Ең алғашқы жұмыс күнінен бастап, урулас болып шыққан Жанат аға әкеме үйінің бұрышынан бір төсек бөліп, аса қонақжайлылық танытыпты. Енді бұл жердегі үйің осы. Ағалы інілі болып күн көреміз. Қаласаң отбасыңды көшіріп әкел, үй соғып көрші тұрамыз депті. Оған анам мен әкем де кәрі аналарын бағып отырған 4 балалы үлкен үй. Әкем өзі барып келіп істейтін болып шешті. Біз ес білгелі Жанат ағаның жұбайы Айсараны Айсара апа деп атайтынбыз. Өте мейірімді, балажан, пысық келіншек еді. Кәрі адам мазасыз емес пе? Енесінің де, бала-шағамен үйдегі қонақтың, ертелікке шаршап келетін жұбайының да бабын тауып, қашан көрсең шапқылап жүргені. Бұл отбасы 5-ші баламен толығып, кенже қыздары 2-ге толып қалған. Кейде әкеммен еріп барып, демалысты сол үйде өткізгенде талай куә болдым. Айсара апа таң ата тұрып, сиыр, бие сауып, құрт ірімшік жасап, кір жуып, нан жауып, тамақ істеп жүрсе де салдырлап әңгімесін айтып, күліп жүретін. Бір күні таң ата күбір-күбір сөйлесіп, шай ішіп отырған әкем мен анамның даусынан оянып кеттім. Қалаға жақсы дәрігерлерге апару керек шығар, жас бала емделіп кетер, деген анама әкем. Оған ақша қайда? Оның үстіне Айсара кетсе, баламен, шешеймен Жанат аға ана шиеттей бала-шағаны қайтпек. Бірден жазыла салатын тұмау емес қой, деп жатыр екен. Кейін естігенімдей, Жанат аға мен Айсара апаның кенже қыздары ДЦП деген аурудың ең ауыр түріне шалдығып туылған екен. 2 жасына дейін сөйлемей, жүрмей, атын атап шақырса да селт етпей жүрген баланы ол кездері қалаға апарып, ем алғызу көптеген жандарға мүмкін емес еді. Туа бітті осындай дертке шалдыққан Мерейлім өсе келе түрлі мінез шығара бастады. Көзіне көрінген адамдарға айғайлап, ыңыранып, басын шайқап, қол арбадан түсемін деп ұмтылатын. Айсара апаның ұйқысыз түндері енді басталғандай. Күні бойы шаруамен әлек болатын ол түнімен Мерейліммен алысады. Ол кездері памперс деген жоқ. Күндіз-түні дәретке тосып, тамақты аузына қасықпен өзі салады. Мерейлім де Айсара ападан өзге жанның қолынан тамақ ішпейді. Жанат аға да осы қызын көп уайымдайды. Оның үстіне кенже қызы ерекше жақсы көреді. Соңғы кездері кәрі аналары да төсекке таңылып, дәретін Айсара апа астынан алып жүр. Әкем осы отбасыны ерекше жақсы көрді. Қолынан келген сөз іс көмегін аямай тірліктеріне болысып жүретін. Анама ренжіген кезде төркініме кетемін дейтін әзілшіні аралас. Мені көп ертіп апаратын еді. Мен Мерейлімнен даусынан қорқып қашатын едім. Әкем үй ішінің көңіліне келіп қалама деп, маған үнемі бірде ренжіп, бірде ақылмен түсіндіретін. Балалығым болар, мен сонда да қорқып, жылап далаға қашатын едім. Қашан барсам да тірлік әбден қажытқан Айсара апа күлімдеп қарсы алып қуана күтіп алатын. Мен Мерейлімнен қорықсам, мені бауырына тартып маңдайынан сүйіп жұбататын. Үлкен ұлдары Самат 30-ға келгенше үйленбей жүріп алды. Ақыры келін түсіп, сәлде болса үнемі күңгірт тартып тұратын үйде қуаныш лебі есті. Жаңа түскен келінді ауыр тірлікке қимаған Жанат ағам мен Айсара апа отауды бөлек шығарып қалаға жіберді. Іркес-тіркес өсіп қалған екінші ұл мен үлкен қыз студент қаладан тек жазда ғана төбе көрсетеді. Үшінші ұл Омар 9 жылдықты бітіріп, одан әрі оқығысы келмей, әкесіне көмекші болып орналасты. Кәрі әжелері бұл кездері мүлде нашарлап қалған. Жаздың ыстық күндерінің бірінде кезекті жылдық демалысын алған әкем ауылға келді. Ауылда 2-3 күн тыныққан соң, қаладағы туыстарын аралап келмек ниетпен ауылдың базарлығын салып алып енді қозғала берген болатын.
Әкем жұмыс істейтін бөлімше жақтан шаңдата асығыс шауып келе жатқан салт атты көрінді. Ауыл шетіне іліккен сәттен жалаушы шеткерек тұрған біздің үйді бетке алып аулаға бірден атпен кіріп келді. Жанат ағаның кіші ұлы Омар екен, жүзі өрт сөндіргендей күреңітіп: «Аға, тезірек, әкемнің халі нашар. Өртеніп кете жаздады, бөлімшеден көлік табылмай жатыр», деп іле артқа қайтты. Әкем жүгін асығыс тастай сала көлігімен орталыққа қарай жүйткіді. Сол жылғы жаз ерекше ыстық болған еді. Мотоцикл жөндеп жатқан Жанат ағаның қалпағы мен шалбарына бензин тиіп, аяқ асты өрт шығып кетеді. Тілсіз жау лезде гаражды жаулап алады. Сол сәтте қасында кісі болмай, жалғыз өзі айналып, есік таппай әрең қашып шыққан Жанат аға отпен біраз алысқан екен. Гараж бөлімшенің шеткі жағында, үйлерден анағұрлым аласырақ орналасқан. Өртке оранған Жанат ағаны алдымен далада ойнап жүрген балалар көріп қалады. Үйлеріне жүгіріп, үлкендерді көмекке шақырғанша біраз уақыт өтіп кеткен. Тұрғындар қолдарына түскен киім, суларын алып, Жанат ағаның үсті мен гараждағы өртті әрең сөндіріп алады. Ұлы Омар бие сауынынан шыққан беті айқай-шу болып жатқан жерге дереу жетеді. Қаумалаған көпшіліктің ортасында есінен танып, шалажансар күйіп жатқан әкесін көріп есі шыға айқайлап жіберген екен. Үлкендердің бірі оны бірден атпен ауыл орталығына шаптырды. Ол кез телефон мен көліктің нағыз тапшы уақыты. Әкем ауыл кеңсесінен аудан орталығына телефон шалып, шұғыл жедел жәрдем сұратады. Әкем өзі жеткен бойда бөлімшедегі медбикені науқаспен бірге көлігіне салып алып, аудан орталығына жол тартады. Жедел жәрдем көлігіне орта жолдан кезігеді. Сол кеткеннен Жанат аға ауруханадан тек 7 айдан соң ғана оралады. Денесінің 80%-ын күйік шалып, мүлде басқа адамға айналыпты. Бірнеше ота жасалып, өз терісін өзіне жамап, дәрігерлер өмір үшін ұзақ арпалысқан екен. Екі көзінің бірі жабылып, екінші көзі сығырайған теріден әрең көрінеді. Мұрын тесігі ғана қалған, аузында тамақ кіретіндей тіліп ашып қойыпты. Екі қолының саусақтары түгел жанып кеткен, жұмған жұдырықтай болып қалыпты. Оң жақ қолының жұдырығын тіліп, қасық қыстыратындай тілік салыпты. Қарт анасы ұлының бұл жағдайын көріп, жүрегі шыдамады. Арада көп өтпестен дүниеден озды. Қарияны ұзақ жыл балаша мәпелеп, ақтық сапарға лайықты түрде жөнелткен Айсара апаның қарауына енді жасы 15-ке келіп қалған мерейлім мен кісі көмегінсіз ішіп жеп киіне алмайтын Жанат аға қосылды. Омар да анасынан болысып, өзінің жеке өмірі туралы мүлде ұмытқан. Әке тірлігін жалғап, үй шаруасы арасында ауылдастарының көлігін жөндеп береді. Жарының жағдайы, қызының ауруы мен күйбең тірліктің қамы жанына батқан Айсара апа ел қатарлы ойнап күліп, көңіл көтеруден қалғалы қашан. Тепсе темір үзетін жаста осындай жағдайға душар болып, кісі көмегіне зәру болып қалған Жанат аға да кейінгі кездері мазасыз болып кеткен. Бәрін ұмытқысы келетін айтып, ащы суға да үйір бола бастады. Бұл жығылғанға жұдырық болса да, Айсара апа сонда да мейірімділігі мен қамқорлығынан танған емес. Әкем барған кезде жылап, ішіндегі бар мұңын ақтарып алатын. Сәлден соң жадырай күліп, рахаттана шайын ішіп алып, қайтадан білек сыбана тірлікке кірісетін еді. Айсара апаға туыс, көрші қолаң мерейлімді арнайы мекемеге тапсыр деп қанша айтса да, қорғансыз қызын әрі жара Жанаттың көңілін қимады. Жұбайының ермегі осы қызы, мейірлене иіскеп, айналып толғанып отырады. Мұны көріп жүрген Айсара апа бәріне: «Тимеңдерші, мен жүргенше жүрсінші, мен бұрын кетсем, мұны кейін Алла өзі шешеді ғой тағдырын», дейтін кемсеңдеп. Сондай күндердің бірінде бөлімшедегі жұмысы аяқталып, ауылға бір жола орналасқан менің әкем дүниеден озды. Әкемнің денесі тірісінде менің төркінім деп, ерекше құрметтеп, ықылас танытып кеткен үйден алысқа ұзамай жай тапты. Әкемді қойған қорым бөлімше шетінде еді. Әкемнің бейтін көтеріп болған соң, бірге туған ағайын туыспен Құран бағыштауға бейт басына бардық. Қайтар кезде барлығы дерлік әкемнің екінші үйі болған Жанат ағаның шаңырағына ат басын бұрды.
сонадайдан көзіме оттай басылған қараша үйдің төбесі көрінгеннен ақ екі көзіме ерік беріп, әкем шыға келетіндей қатты илегіздім. Есік алдына жүгіре шыққан Айсара апа бірден маған ұмтылып, құшағынан босатпай, солығын баса алмастан ұзақ жылады. Қиын кезде қасымнан табылған, демеу болған әкең жанашырым еді. Ішімдегі мұң-зарымды, сырымды жалықпай тыңдап, жұбатып жүрген алтын бауырымнан қапыда айырылып қалдық-ау деп айтып жылаған Айсара апаны көпшілік әрең қойдырды. Қиналып, қажып, ішім толған кезде әкеңнің бейітінің басына барып, біраз отырып, ішімді бір босатып аламын деп шай үстінде Айсара апа маған қарап тағы да бір жылап алды. Әкемнің иісі сіңген қараша үйді, жүрген ізі қалған, тәні де мәңгілікке жай тапқан осы бір шағын бөлімшені қимай, артыма қарайлай, мен де туыстарыммен жолға шықтым. Содан бері де 20 жылдай өте шықты. Қанша уақыт өтсе де, бақытты балалық шағымның бір бөлшегі болған осынау аяулы жандар мен қара шаңырақ ешқашан санамнан өшпеген, жүрек түкпіріндегі орнынан мызғыған емес. Жаздың жаймашуақ күндерінің бірі, үйде жалғыз едім. Жолдасымды жұмысқа, балаларды мектеп пен балабақшаға жіберіп, таңғы асымды енді ауызға алғаным сол, қалта телефоным шыр етті. Айсара Раббысына қайтыпты. Үні қобалжи шыққан анама не айтқаным есімде жоқ. Телефонды өшіре сала, еңіреп тұрып жыладым. Апау, енді тыныштықта барсыз, Раббымыздың қасында. Ол жерде бұл дүниеде арпалыс жоқ дейді ғой, деп сөйлей жүріп жыладым. Ұлдары мен қызын, келіндерін ауылдың бітпес тірлігіне байлағысы келмей, қалада оқытып, сол жаққа орналастырған Жанат аға мен Айсара апаға көнбеген тек кенжелері ұлы Омар болды. Әттең, Айсара апа кенже ұлының шаңырақ көтерген қайтқанша армандап өтті. Ол да болса ананың көп уайымының бірі еді. Тағдыр ісіне шара бар ма? Айсара апа қайтқан соң үлкен қызы Арайлым Мерейлімді өз қолына қалаға алып кетті. Жанат аға ауылдан еш қозғалғысы жоқ. Қара шаңырақта ұлы Омармен қалды. Биыл Айсара апа қайтқанына 4 жыл болды. Балалық шағым еске түскенде бірден көз алдыма сол бір күңгірт тартқан қараша үй мен қашан барсаң да бітпес тірлікпен арпалысып жүрген, жүзін ерте әжім торлаған, бірақ үнемі мейіріммен күлімсірей қарап, қуана қарсы алатын Айсара апай келеді. Бірден көзіме жас толады. Алла мейіріміне бөлесін сізді, апа.